Сәлеметсіздер ме, балалар? Көңіл күйлеріңіз қалай, балалар? Жақсы. Тамаша, керемет. Көңіл күйіңіз жақсы болса, қараңдаршы, балалар, менің қолымда не зат тұр? Бұл не, балалар? Киіз үй. Керемет, киіз үй, иә? Балалар, киіз үйдің бөліктерін кәне есімізге түсірейікші, қандай бөліктерден тұрады екен? Шаңырақ. Уық, Тереке. Сығырауы. маңдайша, таяныш. Жарайсыңдар, киіз үйдің бөліктері шаңырақ, уық, кереге, сықырлауық, маңдайша, таяныш сияқты бірнеше бөліктерден тұрады екен, иә? Ал енді осы киіз үй бізге, балалар, бірнеше тапсырмалар, ойындар дайындап қойыпты. Қане осы тапсырмаларды орындауға дайынбыз ба, балалар? Керемет, тамаша. Қане олай болса, орнымызға жайғасайық, отырайық орнымызға. Балалар, киіз үй сендерге ұлттық құндылықтарға байланысты ойындар дайындаған екен. Ал енді киіз үйдің ең бірінші тапсырмасы, яғни ұлттық құндылықтарды өзінің көлеңкесіне қарай, орнына қарай орналастыру екен ойынның аты. Олай болса, ойынды бастайық, балалар. Тамаша, керемет, қандай тамаша. Алижан, сен қандай ұлттық құндылықты орналастырып жатсың? Бұл не бізде, бала? Киіз? Киіз үй, иә? Киіз үйдің керегесін және уықтарын орналастырып жатыр екен. Алижан, сен қандай құндылықтарды орналастырып жатырсың? Батырлардың қару-жарақтары, иә? Тамаша. Медина, сен қандай заттарды орналастырдың? Бұл не бізде? Ұлттық ыдыстар, иә? Мынау не бізде? Кесе. Мынау не? Торсық. Мынау көбі. Қане айта қойшы менімен бірге. Торсық, кесе, көбі, астау. Жарайсың, тамаша. Адина, сен қандай ұлттық құндылықтарды орналастырдың? Қане атап өтші, қане. Сырға. Сақина. Білезік. Тамаша. Мынау не бізде? Шашпау. Ал мынау не? Қолға тағатын, иә? Білезік. Бұл бізде не екен? Қыздардың әшекейлері. Тамаша, керемет. Хан, сен не орындап жатырсың? Қане көрсетші. Оюлар. Оюлар да біздің ұлттық құндылығымызға жатады, иә? Мұнда қандай тапсырма берді? Яғни киіз үй оюларды бағыттарға қарай орналастыру ойынын қойыпты, иә? Сен дұрыс орналастырып жатырсың ба? Оңға, солға және түстеріне қарай, иә? Қане жалғастыра бер ойыныңды. Қоя ғой. Бірінші қандай түс қою керек екен? Жасылды іздейміз, иә, қане? Сен мына жерде шатасқансың, иә? Мына жасылды қоямыз, иә? Мына жаққа не қояды екенбіз? Қызылды қояды екенбіз, иә? Қане орналастыра бер ары қарай. Жасылдан кейін көк түсін қоямыз. Бұл бізде қандай ою? Тамаша, батыр ою. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, біз ұлттық құндылықтар ойыны ойнап болсақ, киіз үйдің екінші тапсырмасы ол ұлттық құндылықтардан нейрожаттығу дайындапты балалар бізге. Бұл ойынды балалар біз екі саусақтың көмегімен тез қимылдау арқылы табу керекпіз. Мен қазір мына суреттерде осы ұлттық құндылықтардың біреуін атаймын. Қайсысын атаймын, сол ұлттық құндылықты екі саусақтың көмегімен бірдей басып қимылдау керекпіз, иә, табу керекпіз. Қане, дайынбыз ба, балалар? Олай болса кеттік. Торсық. Торсық. Тамаша, керемет. Торсық таптық па? Кесе. Киіз үй. Домбыра. Тақия. Бесік.
торсық, кесе, жылдамдатамыз, тақия, домбыра, бесік, шапшаңдық, жылдамдықты қосамыз балалар. Кесе, домбыра, торсық, бесік, тақия. Жарайсыңдар балалар, қандай тамаша алғырсыңдар. Балалар, сендер нейрожаттығуды өте тамаша орындап шықтыңдар. Ал енді киіз үйдің келесі тапсырмасы оюларды құмның көмегімен бейнелеп шығу. Олай болса балалар, ойынға кірісейік. Алдарыңыздағы оюларды құмның көмегімен бастырып шығу керек бізге. Аламыз құмның көмегімен, екі саусақтың көмегімен құмды шымшу әдісі арқылы алып, оюдың үстіне салып бастырамыз, е? Жарайсың, Раяна. Тамаша. Жалғастырамыз ойынды. Балалар, кішкене жылдамдықты қосайық. Адина, сен қандай оюды бейнелеп жатырсың? Батыр. Батыр ою, я? Ненің көмегімен бейнелеп жатсың? Құмның көмегімен, я? Қандай әдіс арқылы? Бастыру әдісі арқылы орындап жатырмыз, я? Қолымызбен не істейміз? Бас бармақтың көмегімен құмды қаттырақ басамыз. Жарайсың, тамаша. Жарайсың, Раяна. Сен ойыңды бітірдің ғой, я? Қандай ою шықты сенде? Қандай ою? Гүл ою, я? Тамаша, керемет. Ал енді ақырында. Ой, тамаша. Қандай ою шықты, қаны қарашы? Қандай ою? Гүл ою, я? Ненің көмегімен жасадың оюды? Ненің көмегімен жасадың? Құмның көмегімен, я? Тамаша, керемет. Алижан, қандай оюды бейнелеп жатырсың? Қандай? Жұлдыз ою. Ненің көмегімен бейнелеп жатсың? Мынау не бізде? Құм, я? Құмның көмегімен, тамаша. Ой, тамаша, Медина. Сен қандай оюды бейнеледің? Оюдың аты қандай екен бізде? Қандай ою? Қошқар мүйіз ою, е? Қане, менімен бірге қайталашы. Қошқар мүйіз ою. Ненің көмегімен жасадың оюды? Құмның көмегімен, е? Тамаша. Балалар, енді жасап болсақ, ақырындап оюымыздың бейнесін шығарайықшы, қане. Ой, тамаша, Медина, қандай әдемі ою шықты, я? Қандай керемет алғырсыңдар балалар. Біз киіз үйдің берген тапсырмасы оюларды құмның көмегімен бейнелеп шықтық, я? Балалар, сендерге құммен ойын ойнаған ұнады ма? Балалар, біз ою өрнектерді жасап шығардық, я? Қане, сенде қандай ою бейнеленді? Құс қанаты ою, жарайсың. Ненің көмегімен бейнеледің? Құмның көмегімен. Адина, айта қойыңызшы, сіз қандай ою өрнек жасадыңыз? Батыр ою. Ненің көмегімен? Қолмен және? Құммен жасадың.
Раяна, сізде қандай ою шықты? Gül oyu. Гүл ою. Немен жасадың? Kommen. Құммен. Тамаша, керемет. Әлімжан, айта қойыңызшы, сізде қандай ою шықты? Жұлдыз oyu. Жұлдыз ою. Тамаша. Немен жасадың жұлдыз оюын? Құммен жасады. Керемет. Алижан, сізде қандай? Dumar oyu. Тұмар ою. Тамаша, керемет. Медина, сізде қандай ою шықты? Қандай ою? Оюдың аты? Қошқар. Kuşkar mıyız? Тамаша, керемет. Қошқар, мүйіз. Қандай тамаша, алғыр, керемет, білімді балаларсыңдар. Балалар, біз киіз үйге ою өрнектің атауларын да айттық, және құмның көмегімен бастыру әдісі арқылы жасап шықтық, иә? Сендерге құммен ойнаған ұнады ма, балалар? Тамаша, керемет. Ал енді балалар, мен сіздерді ортаға сергіту жаттығуына шақырамын. Кішкене бойымызды сергітіп, күш жинап алайық, иә, балалар? Қане ортаға келеміз? Ортаға келеміз, қане? Екі қолды белге қоямыз, кішкене жақындап тұрамыз маған қарай. Алижан, келе ғой? Дайынбыз ба, балалар, сергіту жаттығуына? Қане? Сары көйлек айнала, саусақтарым билейді, шапалақтап ойнаймын, енді тентек болмаймын. Асық ойнап сергейік, сақтарды қиында, қатар-қатар тізейік, тез қимылда ойында. Алты бақан тербелсін, таласпа құлама, жоғары төмен сергейік, ойнаймыз біз қуана. Тамаша, керемет, балалар, біз сергіту жаттығуын жасап, бойымызды сергітіп алдық, иә? Сергіп қалдық па, балалар? Сергідік. Ал енді, балалар, киіз үй бізге соңғы тапсырмасын дайындапты. Ол бізге арнайы құрақ пазлдың көмегімен оюды құрастыру керекпіз, иә? Құрастырамыз ба, балалар? Балалар, бізге киіз үй арнайы құрақ пазлдар арқылы ою өрнекті құрастыруды дайындаған екен. Яғни осы пазлдың көмегімен ою өрнек құрастыру керекпіз. Құрастыруға дайынбыз ба, балалар? Олай болса, пазлды алып, ою өрнекті құрастырайық, бастаймыз. Келіңдер, балалар, аламыз. Біртіндеп алып, құрақ пазл арқылы ою өрнекті құрастыру керекпіз. Тамаша, керемет. Балалар, қараңдаршы, бізде қандай ою өрнек шықты? Гүл ою. Гүл оюын біз ненің көмегімен құрастырдық? Құрақ пазлдар арқылы, иә? Тамаша, керемет. Балалар, біз бүгін ұйымдастырылған іс-әрекетте киіз үйдің дайындаған тапсырмаларын барлығын өте тамаша орындап шықтық, иә? Жарайсыздар, керемет. Біз киіз үйге өзіміздің білімпаздығымызды, алғырлығымызды көрсеттік, иә? Бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекет ұнады ма сіздерге? Сау болыңыздар, балалар.